Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім, қалайсыздар? Бүгін тағы да жайлаудамыз. Таңертеңгі видео сіздерге примерно бір 10 шамасындағы видео. Қойларымыз осы. Мінекей. Өткенде алып келген қойлар қазір ешкілермен бірге жайылымда жүр. Ішінде буазы бар, буаз емес бар дейді, енді көреміз. Өз айтқан, енді декабрьден мартқа дейін туады менің қойларым деп. Бұйыртса алдағы уақытта тағы да көретін боламыз, қашан туатынын. Әзірге видеомыз осы. Кеше көрермендеріміз айтып жатыр. Қалай ақша табасы сол туралы видео түсіріңізші деп. Мен ол туралы видео түсірген болатын, тағы да айта кетейін. Менде ең бірінші жұмыс жасаймын. Бір күн дейін, бір күн ночь қылып, как положено, кәдімгідей жұмыс жасап, адал ақшамды табамын. Екіншісінде де адал ақша, фотограф жұмысы, фото шығарамын үйден, фотоға түсіремін. Бамбикюр, тойбастар, баннер, фотомозаика деген сияқтыларды шығарамыз. Осы Орал қаласынан барлығын істеп отыр. Шүкір, барлығы жақсы. Солардың ақшаларын, түскен ақшаларын жинап, былайда келген ақшаларын барлығын жинап, осы қойды алған болатынымыз. Кеше тауық аламыз деп отқан ақшамызға жетпей қалып, рулондап шөп сүрдік, жем сүрдік. Соның барлығына тауыққа жетпей қалды. Енді бұйыртса биыл осы малмен шығатын боламыз. Келесі жылы енді Алла амандығын берсе, барлығын көріп жатармыз. Әзірге осы. Сіздерді ақша тапқыларыңыз келсе, фотограф саласымен жұмыс жасаңыздар. Жастарға өте пайдалы кеңес. 17 жастан бастап 25 жасқа дейін аралығында үйден отырып жасауға болады. Инстаграммен қазір барлығы карантин қалай басталды, солай инстаграммен уже барлығы дамып жатыр. Сол себепті сіздерде инстаграммен осылай ақша таба аласыздар. Ешқай жерге ақша салып, ешқай не істемеңіздер енді. Пока мен осылай ақша тауып жүрмін. Simple-мен де таптым ақшаны. Ол тапқан ақшасында жүрістір, сандай мұндағы кетіп қалды. Қазір онымен ақша тауып жүрген жоқпын. Чисті қазір жұмыс жасап, фотограф тек саламен жұмыс жасап, ақша тауып жатырмын. Әзірге енді биыл осымен өтеміз, келесі жыл тағы да көріп жатырмыз, қандай кәсіптерін бастасақ деп. Енді жастарда қазіргі өзіміздің қазақтар жұмыс жасаған жақсы ғой, енді қай салада. Мен дүниесіне көп зерттеп қарадым, көп салада, көп нені түріктер, әзірбайжандар, орыстар, кілең. Любой ненің бастықтары, біздің қазақтар енді бірең сараң, жеке кәсіптерін айналдырып отыр адамдар. Сол себепті енді өзіміздің қазақ бауырлар осылай бизнес ашып, кәсіп ашып, жұмыс жасап жатса, енді ода жақсы. Негізінде енді қуаныштымын сөйтіп жасап жатқан адамдарға. Енді біздер өзіміз осы кәсіп жасап жатырық. Бір жағынан мал бағып жатырық, бір жағынан жұмыс жасап, бір жағынан фотограф жасап жатырық. Енді жазда демаламыз. Шетелдерге шықпасақ та, осы Қазақстанның бір жерінде демалатын боламыз. Биыл демалыс ондай көп болған жоқ. Келесі жылы ала бұйыртса план бар. Демалатын осы Қазақстанның бір Түркістанға или болмаса Ақтауға демаламыз ба деген ой бар. Сіздерде солай ақша тапқыларыңыз келіп, еңбек еткілеріңіз келсе, осылай мал бағып, жұмыс жасап, кәсіп ашып, солай дамыңыздар. Сіздерге айтарым сол, басқа ешқандай да ештеңе айта алмаймын енді. Әзірге осы, келесі видеода көріскенше, тағы да қандай видео түсірейік, комментария жазып кетіңіздер, міндетті түрде видеоға түсіретін боламын.